Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен смородинка пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік, ауызда еритін керемет пирог. Арнайы ақылы мастер-класстардан үйренгенмін, сондықтан да рецептіне еш күмәнсіз жасай беріңіздер. Қарақаттың дәмі пирогқа өте керемет үйлеседі, өте жұмсақ болып шығады. Енді пирогымыздың песочный тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм құмшекер және бір жұмыртқа керек. Екеуін жақсылап араластырып қоямыз. Енді 300 грамм ұнымызға 6 грамм разрыхитель саламыз. Морозильникте тұрған 150 грамм сары майымызды терканың көмегімен өткізіп аламыз. Бөлме температурасында немесе холодильникте тұрған сары май жарамайды. Тек қана морозильниктен алып қолданамыз. Теркадан өткізілген сары майымызды ұнмен жақсылап араластырып, крошка дайындаймыз. Құрғақ массамыздың үстіне сұйық массамызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Иленген тестамызды жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Менде 22 дециметрлі форма, ал егерде сізде 28-26 дециметрлі болатын болса, тестаның барлығын қолданыңыздар. Менің формам 22 дециметрлі болғандықтан 300-300 граммнан қамырды екіге бөліп алдым. Қалған қамырымызды холодильникте 3 күн, морозильникте 3 ай сақтауға болады. Оның көмегімен қамырымызды жайып, формочкамызға орналастырамыз. Формамыздың жан-жағын қамырмен жақтылап бекітіп аламыз. Енді домалақ етіп пергамент қағазын үстіне төсейміз. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін мен осылай үстіне әр пісірген сайын осындай ноқатты пайдаланамын. Бұл қамыр ісініп кетпес үшін қолданылатын әдіс. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай қарақат керек. Бұл қарақат кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Бізге бір пирогқа 260 грамм қарақат керек. Жуып, тазалап, осылай ыдысқа салып қайнатып аламыз. Ешқандай су қолданбаймыз. Үстіне 80 грамм қант қосып араластырамыз. Смородинамыз құмшекермен араласып қайнаған кезде үстіне 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Қайнап, сәл қою бола бастаған кезде оттан алып, осындай блендердің көмегімен езіп шығамыз. Біркелкі табиғи джем пайда болады. Енді пирогымыздың кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 200 грамм салқын сливки және 60 грамм сахарный пудра керек. Және де 150 грамм творожный сыр қосып, жақсылап миксерлейміз.
Дайын болған қою кремімізді арнайы кондитерлік қылташаға салып, барлығын қолдануға ыңғайлы етіп жинақтап аламыз. Жеке пісіріп алған тестамызды суыған соң, осылай бетіндегілерді жинақтап, пергамент қағазын аламыз. Енді пирогымызға жаңа дайындаған қарақаттан жасалған джемімізді бір келке етіп жағып шығамыз. Бұл пирогтың ерекшелігі осы қарақат джемінде. Қарақаттың дәмі креммен өте керемет үйлеседі, дәміне сөз жоқ. Енді кремімізді осылай видеодағыдай етіп орналастырып шығамыз. Өте керемет, көздің жауын алатын пирогымыз осымен дайын. Бетіне әдемілік үшін қарақаттарды қойып шығамыз. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Ас болсын. Сіздермен бірге Тоғжан.